Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып оқушылары. Ана тілі сабағына қош келдіңіздер. 29-ші сабақ тасымал тақырыбы. Сабағымызды бастамас бұрын төлін тап ойынын ойнап көрейік. Ендеше, бірінші тұрған сиыр, сиырдың төлі бұзау. Екінші тұрған бізде ешкі, ешкінің төлі лақ. Үшінші тұрған жылқы, жылқының төлі құлын. Төртінші түйе, түйенің төлі бота. Бесінші тұрған бізде қой, қойдың төлі қозы. Жарайсыңдар балалар. Ендеше балалар, бүгін біз сендермен Әбділда Тәжібаевтың «Лағым» деген өлеңімен танысатын боламыз. Оқулығымызды ашып, бірінші жаттауға назар аударайық. «Лағым» өлеңін жақсылап тыңдайық. Шөре-шөре лағым, тентек болма шырағым. Секек деме демің дал, селтең демей құлағың. Марқа туған бөрте лақ, әңгімеге сал құлақ. Ойнай көрме тым ұзап, боп жүрмесін бөрі тап. Балалар, бұл өлеңнің ішіндегі бізге таныс емес сөз ол бөрте. Бөрте дегеніміз көкшіл теңбілдері бар түс. Мына суретте берілген лақтың түсіне қарайықшы. Лақтың түсі көк және ақ түсті. Оны бөрте деп атайды екен. Өлеңіміз лақ туралы. Лаққа тентек болма деп жатыр. Жүгіре берме, секіре берме дейді. Әңгімені тыңда, құлақ сал дейді. Алысқа ұзап барма, себебі ол жерде сені бөрілер, яғни қасқырлар жеп қоюы мүмкін деп айтып жатыр, лаққа. Яғни өлеңіміз лақ туралы екен. Жақсы балалар, ендеше кітабымыздағы 3-ші жаттауға назар аударайықшы. Сурет бойынша әңгіме құра дейді. Суреттен нелерді көріп тұрмыз, қай жыл мезгілі? Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Бұл суретте жаз мезгілі. Нелерді көріп отырмыз? Төлдерді көріп отырмыз. Төлдерді атап көрейікші, қандай төлдер бар екен? Құлын бар екен. Бұзау, дұрыс айтасыңдар. Бота, лақ бар екен. Және қозы бар екен. Олар қайда келіпті балалар? Су ішуге бұлақтың басына келген екен. Жақсы, ендеше біз осыған байланысты кішігірім мәтін құрастыруымызға болады екен. Мысалы мынандай: жаз мезгілі, күн ыстық, төлдер, яғни құлын, бота, қозы, лақ, бұзау шөлдеп бұлаққа келді. Су ішті, тойып алып, секіріп, жүгіріп, кең далада ойнады деп мәтін құрастырсақ болады екен. Немесе сендер өз ойларыңнан да мәтінді құрастыра аласыңдар. Балалар, енді дәптерімізді ашып, көркем жазайық. Бүгінгі біздің көркем жазуымыз «ү» дыбысының бас әрпі және кіші әрпін жазуымыз қажет. Кәнекей әдемілеп, таза жазып шығайық. Жазып болсақ, дәптеріміздегі 2-ші жаттығуға қарайық. 2-ші жаттығуды жазу үшін оқулықтағы мына тапсырмаға назар аударыңдар. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Бізге қажетті сөздеріміз астында тұр екен. Керекті сөздері лақ және серке. Осы 2 сөзді пайдаланып, біз өлеңді толықтыруымыз қажет. Ендеше оқиын. Мен тентектеу пын дейді. Немін? Дұрыс, мен тентектеу лақпын. Мүйізі жоқ шұнақпын. Қой бастайтын. 2-ші сөзіміз қалды. Серке боп, жолын өтем сынақтың. Яғни 1-ші көп нүктенің орнына лақ деген сөзді жазамыз. 2-ші көп нүктенің орнына серке деген сөзді жазамыз. Осы өлеңді қатесіз көркем жазумен дәптерімізге көшіріп жазып аламыз. Дәптерімізде балалар бақылап отырсаңдар, бізде
5 жол берілген. Біз 4 жолға өлең бір шумағын көшіріп аламыз. Соңғы жолға мүйіз сөзін тасымалдап жазуымыз қажет. Оны тасымалдау үшін балалар, мүйіз сөзін не істейміз? Буынға бөлеміз. Ендеше барлығымыз бөлейік. Мүйіз. Яғни бірінші буынға бөліп алдық. Енді тасымалдаймыз. Мүйіз деп тасымалданады екен. Басқа тасымал түрі жоқ бұл сөзде. Жақсы балалар, енді осы екінші жаттығудың астында дәптерімізде мынандай шығармашылық тапсырма берілген екен. Құстардың атауын тасымалдап жаз. Қарлығаш, қарға, аққу, бөдене. Тасымалдамас бұрын сөздерді буынға бөліп алайық. Бірінші сөзіміз қарлығаш, буынға бөлеміз. Қарлығаш. Енді тасымал түрін көрсетеміз. Бірінші буынымыз қар, бөліп аламыз. Екінші және үшінші буынды біріктіріп жазамыз. Лығаш. Сонда бізде бірінші тасымалымыздың түрі қарлығаш. Бұл сөзде тағы да бір тасымал түрі бар екен. Бірінші және екінші буындарды қосамыз. Қарлы. Үшінші буын бөлек жазылады. Ғаш. Сонда тасымалымыздың түрі қарлығаш болады. Келесі сөзіміз бізде қарға сөзі, буынға бөлейік. Қарға. Тасымалдап жазамыз. Қарға. Яғни басқа тасымал түрі жоқ. Аққу сөзіне назар аударайық. Ең алдымен буынға бөлеміз. Аққу. Тасымал түрі тура солай болады. Аққу. Басқа тасымал түрі жоқ екен бұл сөзде. Келесі сөзіміз біздің бөдене. Бөдене сөзінде бірінші буынымыз бөліп аламыз. Дене деген екінші және үшінші буындарды қосып жазамыз. Бөдене. Екінші тасымал түрі бөдене. Яғни бірінші және екінші буынды қосып, үшінші буынды бөлек жазады екенбіз. Жарайсыңдар. Бұның барлығы да құстардың атауы. Біз сөздерді тасымалдап жаздық. Яғни сөз жолға сыймаса, оны біз осылай тасымалдап жазады екенбіз.